Одан кейін жол көлік оқиғалар фактілері орын алуда. Қазіргі таңда интернет алаяқтық фактілері жиі тіркелуде. 10 мал ұрлық фактілері орын алған болатын. Қайырлы күн, бүгін бізде қонақта Жаңарқа ауданы полиция бөлімінің бастығы Жақаев Алмаз Жомартұлы. Қайырлы күн, Алмаз Жомартұлы. Алдымен жаңа қызметіңіз құтты болсын. Өзіңіз бұрын осы бөлімде басшылық қызмет атқарған болатынсыз. Бүгінде Жаңарқа ауданында криминогендік ахуалға қандай баға берер едіңіз? Қайырлы күн, рахмет. Бұрында мен осы Жаңарқа аудандық полиция бөлімінде бірінші орынбасар болып жұмыс атқарып кеткен болатын. Одан кейін Қаражал қаласы полиция бөлімінде 3,5 жылдай басшы құрамда жұмыс атқардым. Сол ротацияға байланысты осы 2026 жылдың мамыр айының 31 жұлдызында ішкі істер министрінің бұйрығымен осы Жаңарқа ауданына тағайындалдым. Қазіргі таңда Жаңарқа ауданы бойынша бізде ахуал бірқалыпты. Әрдайым біз профилактикалық шаралар өткіземіз. Осы профилактикалық шаралардың арқасында қылмыстың алдын алу бойынша болдырмау мақсатында жедел іздестіру шараларын жүргізіп отырамыз. Биылғы жылдың басынан бері ауданда қандай құқық бұзушылық түрлері жиі тіркелуде және қандай бағыттар ерекше бақылауда? Ағымдағы жылы жаңа айтылып кеткендей бізде мал ұрлықтары, одан кейін интернет алаяқтықтар фактілері, одан кейін жол көлік оқиғалар фактілері орын алуда. Алайда жаңағындай осы қылмыстарды болдырмау мақсатында біз халық арасында түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз, профилактикалық шаралар атқарамыз. Республика көлемі бойынша болатын профилактикалық шаралар, облыстық көлем бойынша және де өзіміздің аудан көлемінде өзіміздің локальдық шараларды жүргізіп, болдырмау мақсатында халыққа түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, және де алдын алу бойынша іс-шара атқарудамыз. Қазіргі таңда интернет алаяқтық фактілері жиі тіркелуде. Сол интернет алаяқтықтың алдын алу үшін тұрғындарға, қонақтарға қандай кеңес берер едіңіз? Интернет алаяқтық фактілерінің алдын алу бойынша өзі 3 ережесі бар. Ол келіп түскен SMS хаттарды қаскүнемдерге интернет алаяқтықтарына айтпаңыз. Келіп түскен сілтемелерге ол жаңағы OLX, Telegram, Instagram және тағы да басқа интернет платформаларына келіп түскен сілтемелерді өтпеңіз. Жаңағы банк қызметкері, не болмаса банк қызметкерінің жаңағы ішкі қауіпсіздік бөлімінің қызметкерлері ешқашанда халыққа ұялы телефон арқылы қоңырау шалып, интернет алаяқтықтары сіздің шоттарыңыз бұғатталып жатыр деп ешқашан звондамайды. Полиция қызметкерлері және де тағы да басқа құзырлы органдар осы халыққа жаңағы қорқыту жұмыстарын жүргізбейді. Құрметті Жаңарқа жұртшылығы, біздің мақсат сіздің тыныш ұйқыңыз. Ол үшін біз әрдайым жұмыс атқарудамыз. Бірақ сіздің көмегіңіз керек. Ол заңды сақтаңыз, алаяқтыққа алданбаңыз, балаларыңыздың бақылауыңызда ұстаңыздар. Күмән туса 102 нөміріне хабарласыңыздар.